Сәлем достар, бүгін айналмалы жол атты фильмді айтатын боламын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпайын. Фильм Жаңа Зеландияның әдемі пейзажынан басталады. Қарапайым турист иеннің көлігі жол бойымен тұраққа қарай жылжып бара жатыр. Тұраққа қойған ол басқа көліктерге ауыспас бұрын телефонындағы қабылданбаған қоңыраулардың үйіндісіне қарайды. Көліктердің бірінің салонында ол қара сұлбаны байқайды. Сол кезде жергілікті рейнджер әйел келіп қалады. Әйел оның жаяу серуендеуге шыққанда орақтардан сақ болуды ескертеді. Мал жергілікті жерді таптап жеп жатыр. Шындығында ол оларды ұстаумен айналысады. Сондай-ақ орман қақпанға толы, ақымақтарға мұқият болу керек деп ескертеді. Ең басылмаған соқпақпен жолға шығады. Ағаштар төбесінен сыбдырлайды. Бұталардағы улы жапырақтарда қош келдіңіз дегендей, ал қалалық жігіттің тынысы тарылып барады. Белгіге жеткен ол ойға шомып қалады. Осыдан кейін ол кәдімгі адам сияқты солға қарай жүреді. Біраз уақыттан кейін сенімсіз турист аяғын сылақпен емдеуге тура келеді. Сіз аяқ киімде мозольге тиіп тұрады. Өмірдің адам төзгісіз ауырлығы туралы ойланып, ян жорықты жалғастырады. Тропиннің бағасы мұндай бағада болмаса да, бірнеше бәсекелес әлеуметтік желілерде бірдеңе көрсету үшін табиғат аясында суретке түседі. Ең бұрыштағы адамдардан жасырады, өзін сыпайы қарым-қатынасқа байлағысы келмейді. Бірақ жұп кетуге асықпайды. Олар фотосуреттердің әсерлі, ең жақсысын таңдап жатыр. Баурайдан төмен түсіп, ағаштардың ар жағынан оларды айналып өтуден басқа амалы жоқ. Бірақ ол қайтадан жолға шыққанда, оның бағытын жалғастырады. Ең бірінші деңгейден өткен кірпі Соник сияқты алға ұмтылуға мәжбүр болады. Суретке түсіру мен серуендеу әуесқойлары баяу жігітті басып озып, оны бұталарға тығылуға мәжбүр етеді. Қыз тоқтап, оның бағытына қарай. Ол келеді, бірақ командостардың қайғысын ашу үшін емес, гүлдерді тамашалау үшін. Олар кеткеннен кейін ең көптен күткен оңашалыққа риза болып, ағаш түбіне тамақ ішуге барады. Ол жерде оны басқа турист, Никки есімді көңілді жігіт тауып алады. Янның бөлініп, өз жолмен жүруге тырысқанына қарамастан, жаңа досы кеңестерді түсінбейді және өзін оған қосылуға шақырады. Жаңадан ашылған достар бос әңгімемен орманның тыныштығын жарқыратып, орман соқпақтарымен сапарын жалғастырады. Никки үндемеді. Қараңғы түскенде олар жаяу жүргіншілер түндеуге болатын туристік үйге барады. Серіктес іште ыстық балапандар күтіп тұр деп үміттенеді, ал ең орындыққа жетіп аяқ киімін шешкеніне қуанышты. Ол жерге Остин мен Моника есімді ерлі зайыптылар қоныстанған екен. Түнемес бұрын кешкі ас ішуге дайындалып жатыр. Иен пеште котлет қуырып жатыр. Никки ас үйге кезекпен кіріп келеді. Оны күтуге ыңғайсызданып, Иен табан алды. Досы оны котлетті қуырып бітіруге көндіреді. Себебі ол дымқыл болып көрінеді, ал тамақ ішіп жатқанда ол өртеніп кетеді. Бұл енді дүрбелең туғызады. Бір Моника өртті өшіріп жатқанда, ол рюкзагын жатын бөлмедегі терезеден ақырын лақтырып жібереді. Ол бос емес туристерге көрінбей далаға шығып, сөмкесін алып, орманға кіреді. Бірақ түнгі жолда оны мұқият бақылап тұрған қорқынышты қара силуэт елестейді. Әлеуметтік мазасыздық тамақтан гөрі жақсы деп шешкен Иен, темекі шегетін Остинге енді кетпейтінін айтып үйге оралады. Мен жаңа ғана рюкзактарымды шығарып жатырмын. Оның уайымы жолдасында айналып өтпейді. Олар жергілікті фаунаны және оның туристер үшін ықтимал қауіптілігін талқылайды. Ол серуендеп жатқанда олар оның үйіндісін тазалап берді. Қонақтаған соң Иен түнде стресстен ұйықтай алмайды. Таңертең әрі қарай жүрер алдында біреу оған аяғы дірілдеп қалмас үшін қосалқы жұп қалың шұлық береді. Ары қарай саяхатшылар 4 туристің үлкен шулы жорығын жалғастырады. Әйел суретке түсу үшін гүлдері бар, әр бұтаның жанына тоқтауға қуанышты. Жүйкесі тозған Иен олардың Остиндерден артта қалғанына алаңдайды. Иеннің өзі кеше керемет оқшаулануды қаламағанда демалыс орнында Никки жалаң қолмен балық ауламақ болады. Бірақ сәті түспей, ол дереу өзеннен су ішіп отырғандай кейіп танытады. Моника бұл орманда құстардың жоқтығына таң қалғанын мойындады. Олар Иеннің қызы бар жоғы туралы сөз болғанда, Иен қобалжып әжетханаға барады. Жігіт ағашта қызыл қанды байқайды. Жараланған біреу қан ізін қалдырғандай. Ол бұл туралы басқаларға айтады, бірақ олар оған мән бермейді. Топ ілгері жылжиды. Иен жолдастарының әңгімесін тыңдаудың орнына жұмбақ түнгі аңдушыны көруден қорқып, үнемі жан-жағына қарайды. Топалардан бірдеңені байқап, басқаларға жақынырақ қарауды сұрайды. Бірақ ешкім күдікті ештеңе көрмеді, ал Иен дүрбелеңді күшейтпес үшін келіседі.
Жаяу жүруді жалғастыра отырып, топ басқа үйге келеді. Оның ішінде 2 қыздың рюкзактары бар, ал ең сөмкелердің иелері қайда кеткеніне көбірек қызығушылық танытады. Көп ұзамай адамдардың назары біреудің артында қалған гитараға ауды. Остин ойнайды, Моника мен Никки билейді. Тек ойға шомған ең ғана көңіл көтеруге көнбей, пештің жанында мұңайып отырады. Ұйқысыздық пен жұмбақтардан түнімен отырады. Ол әйелдердің рюкзактарын ақтара отырып, шындықтың түбіне жетуді ұйғарады. Оны оянған Никки алаңдатады. Ол оны тыныштандыру үшін ұйықтататын дәрі ұсынады. Ең досымен дәрі ішуге келіседі. Дәріден кейін Никки жаңа досын жалғыз қалдырып төсекке жатады. Дәрілердің күшіне енуін күтіп тұрғанда, ол басқа біреудің сөмкесінен камерасын алып, 2 қыздың суреттерін қарап шығады. Ол бір кадрдың фонында Никкиді байқайды. Ұйықтататын таблеткалар күшіне енгенге дейін жігіттің үлкен қорытынды жасауға уақыты болмай, ол бірден еденге құлап кетеді. Таңертең есін жиып, мұқият ойланған біреудің түнде камераны сөмкеге салғанын көреді. Ол Мониканың алдында басқа біреудің рюкзактарын ақтарады, бірақ құрылғының батареясы кенеттен толығымен таусылған болып шықты. Жігіттер үйіне кіргенде ең күдігін айтады. Никки олар кім екенін бізге айтпады. Ол осында болған қыздарды біледі. Ол фотоға түсіп қалғандықтан және олардың қайда жоғалып кеткенін білетіндіктен, талқылау мен бүркеншік аттарды кісі өлтірді деп айыптап, жағдайды қыздыратын деңгейге жетті. Осы кезде фотодағы қыз келіншектер үйге кіріп келді. Ең камераны берген кезде туристер дастархан басында өздерінің шытырман оқиғаларын талқылап жатыр. Жүйкесі тозған ұялшақ жігіт заттарын алып шегінуді жөн көреді, бірақ соңғы сәтте ол болған оқиғадан ұялады. Үйге қайтып келе жатқаннан Никкиден кешірім сұрайды. Жалған дүрбелең айыптау Никки жолдасын кешіреді. Татуласып, туристер қыздарды үйде қалдырып, жорықты жалғастырмақ. Олар кір жуғыш машинадағы бөлінген жұпшылық сияқты ерлі зайыптылар сарқырамаға барады, ал иендер басқа бағытта жүреді. Олар өз жолындарынан адасып қиын жағдайға тап болады. Никки батылдығын жоғалтпайды, оның шатырында түнеуге мүмкіндік береді. Бірақ орманда түнеп қалғысы келмейді. Ол серігін басып кете жаздаған тұзақтан құтқарады. Осыдан кейін олар баяу алға жылжиды. Алдағы жолға мұқият қарайды. Никки іші ауырады. Оның ішкен өзен суы өз шығынын алып жатыр, ал оны күтіп отыр. Ол қорқынышты, үнсіз орманға көз жүгіртеді. Ол серіктесінен біреу оларды бақылап тұрғандай сезімің бар ма деп сұрайды, бірақ Никки ондай сезім жоқ екенін айтады. Никки сарқыраманың дыбысын естиді, және олар ең жақы белгіге барады. Тас төселген жолмен олар қараңғы түскенше үйге оралуды ұйғарады. Бірақ мен ымырт кезінде орманға баруға қорқамын. Никки досы қорықпау үшін досына $300 фонарын береді. Бірақ мұның пайдасы шамалы, ол оны бірден жауға тастай салады. Қорыққан жүгіруді ұсынады, бірақ Никки фонарды алу керекенін, және оны түсірген адам оны істеу керек. Рюкзакты алып тастаған жарық көзінің артындағы қалың тоғайға түседі. Оны алып үлгерген, ол оның жағында сұлбасымен ниеті белгісіз қорқынышты қараңғы фигураны байқады. Қорқыныш оны оятады. Тоғайлардың арасынан жүгіріп өтіп, ол Мониканы кездіретін жолға шығады. Остин орманнан келе жатыр. Ал жол бойында рюкзактары бар Никки келеді. Орманда бірдеңе бар екеніне барлығын сендіруге тырысады, бірақ оның жай ғана қорыққанына сенген. Ешкім оған сенбейді. Олар үйге жеткенде, туристер жүйкесі жұғарған не істеу керектігін талқылайды. Олар оның жүйкесі қауіпті болуы мүмкін деп қорқады. Ерлі зайыптылардың бал айын үзбеу үшін біреу тұраққа апаруға ерікті болады. Кеңескеннен кейін үшеуі оған риза болмай тұрып, бақытсыз дүрбелең құрады. Осы келеді. Таңертең буға пісірілген тағамдарды жеп, тұраққа шығамын. Ұйқысыздықтан шаршаған жігіттің жағдайы нашар көрінеді. Серіктес үзіліс жасау үшін тоқтауды ұйымдастыруды ұсынады. Ол ренжіген жігерлендіреді. Өз қорқынышынан ештеңе істей алмайды. Көп ұзамай өзен суы қайтадан сезіледі. Никки әжетханаға кетеді. Біраз уақыттан кейін уайымдады. Никкиге қоңырау шалады, бірақ нәтиже жоқ. Жігіт досының соңынан ереді, бірақ көргені оны қорқытады. Оқиға Моника мен Остинге ауысады. Олар қорқып кеткен киімсіз орманнан шығып бара жатқанын және Никкиді көргенін айтады. Оның сыртқы түрі оларды қорқытады. Оның үстіне ол біреуді немесе Никкиді біреу өлтірді деп истерикаға түседі. Кеңескеннен кейін ерлі зайыптылар не істеу керектігін шешеді. Остин пышағын алып, оны қорқытып, оларға ермеуді бұйырды. Ерлі зайыптылар оны ашық жерде жалғыз қалдырып кетіп қалады. Қауіпсіз зеңбірекке жеткен олар сергіту үшін тоқтайды. Бірақ кенеттен бір нәрсе Моникаға шабуыл жасап, оны қалың тоғайға сүйреп апарады. Остин әйелін құтқармақ болып, оның артынан жүгіреді.
Бірақ ол енді ағаштың қасында жалғыз кездіреді. Ашуланған Остин ескертуді елемей оған шабуыл жасайды. Бірақ ең саусағын Мониканың денесі екіге жарылған түрін көрсетеді. Қайғыға батқан Остин енді құбыжық деп атап, оның бетінен ұрып, қашуға мәжбүр етеді. Ол қақпанның үстінен секіріп, бірақ Остин қақпанға түседі. Бірақ Ян әйелін өлтірмегенін айтып, оның аяғын босатуға тырысады. Босату барысында ол Остинге нағыз өлтірушіні ашады. Басы үлкен, аяғы тырнақты бір түрлі қара құс. Мониканың сүйегін түскі ас үстеліне сүйреп апарады. Қауырсынды жыртқыштың тамақтанғысы келгенін пайдаланып, ең ақсаған Остинді үйге сүйреп апарады. Қараңғы түскенде олар ескі үйді тауып, түнде қамалып қалады. Ішінде ең қолынан келгеннің барлығымен қаруланып жатыр. Ал Остин жеңіліспен олар үшін жыртқыш келеді деген қорытындыға келеді. Остин оған сенбегені үшін кешірім сұрайды. Оны псих деп санаған екен. Көп ұзамай үйге қара құс жақындайды. Күшті соққымен ол енді есіктен лақтырып жіберді, ал өзі ішке кіреді. Бұл керемет ұзақ тістеуді толығымен бағалауға мүмкіндік береді. Остин жыртқыштың назарын аударуға тырысады, ал ол балтаны алып, басынан ұрады. Кек ретінде құс Остиннің бас сүйегін тұмсығымен тесіп, жеңіске жеткен дауыстан бас тартып, назарын соңғы құрбанға аударады. Құстың тұмсығы еден тақталарына кептеліп қалғанша соққылардан жалтарады. Құтылған құс оны итеріп, ойын аузын ашуға мүмкіндік бермей, тұмсығынан ұстап қысуға мәжбүр етеді. Тең емес төбелестейін лас айлаға барады, көзін ойып алады. Содан кейін ол өсіп кеткен бройлерді тұншықтырғыш қалады. Бірнеше минут ішінде өрт пен қорқынышты жыртқыш кенеттен жойылып кету қаупіне ұшырады. Қандайын таңертең тұраққа барады. Қажыған және шаршаған, қайғырған достар. Белгінің қасында кенет аспаннан қан тамады. Оның көзі ағаштағы турист қыздың мәйіті болып шығады. Ең қашып кетеді, бірақ басқа құс құтқарылу жолын бөгеп тұрғанын байқайды. Ол назарын аудармай өтіп кетуге тырысады, бірақ оны айналып өтіп қара жұмыртқалардың қасына сүрінді. Ең жолға шығып кетіп қалады. Оның артында жасырынып жатқан құсты байқамай, артына бұрылғанда құстың сұмдық түрін көреді. Ол аяғынан бұрын оған құс шабуыл жасайды. Өзін құтқару үшін жігіт шалбарын шешіп қашып кетеді. Автотұрақтағы көлік кілттері орманда қалған болып шықты. Жараланған Иен жол бойымен Жаңа Зеландияның әсем пейзаждарынан өтіп бара жатып, туристер көлігін кестіреді. Оларды тоқтатып, ол көмек сұрайды, және фильм осы жерде аяқталады.